Ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын нәрсенің ең қуаттысы тілі. Ахмет Байтұрсынұлы. Ана тілін жақсы біліп тұрып, бөтенше жақсы сөйлесең, бұл сүйініш. Ана тілін білмей тұрып, бөтенше сөйлесең, бұл күйініш. Өз тілін білмей тұрып, жат тілге еліктей беруі зор қата. Бұл оқығандардың хам оқушылардың есінен шықпау керек. Халел Досмұхамедұлы. Ана тілі қайнаған қанның, қиналған жанның, толғантқан көңілдің, лүпілдеген жүректің сығындысы. Онда дәмде, мәнде болу керек. Сұлтанмахмұт Торайғыров. Ана тілі адам болып жаралғаннан бері жан дүниесінің айнасы. Өсіп өніп түрлене беретін, мәңгі құламайтын бәйтерегі. Ана тілі жүрегінің терең сырларын, халық тарихының барлық кезеңдерін, жанының барлық толқындарын ұрпақтан ұрпаққа сақтап отыратын қазына деп білемін. Сондықтан да тіл мәртебесі, ел мәртебесі атты іс-шарамызды бастайық. Алғашқы кезекті өлеңмен өріп ойымды, тілге байланысты өлең жолдарын 7-ші сынып оқушылары тарту етеді. Жүрегімнің бөлшегі, қаның жаның тілінде, арың нәрің тіліңде, ұмтыл оны білуге, тілден алып ғибрат, құлшынарсың білімге. Ана тілің ертегің, ана тілің өркенің, ана тілің ертеңің, қадірле ана тіліңді, жүрегімнің бөлшегің. Тілім бабам тілім, өз тілім, туған тілім, анам тілім, өз тілім, туған тілім, далам тілім, өз тілім, туған тілім, адам тілім, өз тілім. Туған тілде сыры терең жаным бар, туған тілде әнім менен сәнім бар. Туған тілім тіл болудан қалсегер, жүрегімді суырып ап, алыңдар. Ал енді балалар, келесі кезекті білімді мыңды жығады кезеңіне берейік. Сұрақ жауап, жылдам әрі нақты жауап беру керек. Бұл кезеңде Алина, Әсем, Бөпенай қыздарымызға сұрақ дайындап отырмын. Нақты өз ойларын айтып өтсе. Бірінші сұрақ, неліктен тілді анаммен байланыстырамыз? Екінші сұрақ, қандай адам өз тілін құрметтейді? Үшінші сұрақ, неліктен өз тілінде сөйлейтін адам сыйлы болады? Осы сұрақтарға нақты жауабын тыңдасақ болады. Әрине, әр ұлттың өзіндік ортақ тілдері болады. Ал тіл мен ананың қандай байланысы бар? Бала өмірге шырылдап келе салғаннан бастап, құлағына ең алғашқы естілген анасының тілі, оның ақ сүті арқылы бүкіл болмысына, кейін адамзатқа ғана берілген құдіретті күш тіліне тариды екен. Сондықтан да оның тілі анасының құрметіне бағышталып, ана тілі деп аталып кеткен. Біздің Қазақстаннан да тыс жерлерде тұратын отандастарымыз бар. Олар өздерінің өзге тілдік ортада тұратындарына қарамастан, қазақ тілін ана тілі ретінде қабылдайды. Бұл тілге деген құрмет. Әр адамзаттың өз тілін құрметтеуі, сыйлауы, анасының ақ сүтін өтеуі ғана емес, отан алдындағы борышын дұрыс атқаруы және де елдігін сақтап қалуы деп ойлаймын. Сәлеметсіздер ме? Сіздерді 5-ші қыркүйек тіл мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Мұқағали Мақатаев атамыз өзінің ана тілін үш бақтының біріне теңеп, қазақ тілінің дәрежесін биіктете түсті. Негізі, әр ұлттың ерекшелігін өзінің ана тіліне қарап аңғаруға болады. Әлемде қанша ұлт болса да, олардың әрине басты бойтұмарлары ана тілдері. Ана тілің білімнің кілті деп Ахмет Жұбанов атамыз тіліміздің маңызын одан сайын аша түсті. Біз қайғымызды да, мұңымызды да, қуанышымызды да, сырымызды да бір-бірімізге тіл арқылы жеткіземіз. Ана тіліміздің болашағы әлі алда. Ана тіліміз дами түссін. Өз тілінде сөйлейтін адам әлемдегі барлық адамдардан да сыйлы. Себебі өзінің ана тілін құрметтегені өте дұрыс. Ана тілім аяулым, ана тілім ардағым демекші.
өз тіліміз анамыз секілді ардақты, анамыз секілді аяулы. Сондықтан да өзіміздің тілімізді құрметтейік және аялайық. Рахмет қыздар, тамаша жауап болды. Бүгінгі іс-шараға қатысқан оқушыларыма алғысым шексіз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қазақ тілінде, ғажап тілінде, атың озған азат күніңде. Ана тілін білмегеніңде, өз өзіңді мазақ